Саламатсыздар ма? Бізде бүгін нұсқа талдау. Бірінші есепке кіріссек, бірінші есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді. Яғни біз не істейміз? Өрнекті ықшамдаған кезде біз мына түбір астындағы сандарды өзара азайтып немесе қосып білуіміз керек. Енді ол үшін не істейміз? Бірінші біз мына сандарды жіктеп көрейік. 108 деген ол 36-ның 3-ке көбейтіндісі. Ал 36-ны түбірден шығаратын болсақ, ол 6 түбір асты 3 болады. Дәл сол секілді 48 деген ол 16-ның 3-ке көбейтіндісі. Өздерің байқап тұрғандай, каждыйынан түбір асты 3 шығу керек. Яғни мына 4 түбір асты 3. Ал 12 деген ол 4-тің 3-ке көбейтіндісі. Жақсы, былай жаза берейін бірден. Сонда ол 2 түбір асты 3. Енді бізде не істеуіміз керек? Біз 6 түбір асты 3-тен азайтуымыз керек. 4 түбір асты 3-ті және азайтуымыз керек 2 түбір асты 3-ті. Сонда түбір асты 3-ті егер жақшаның сыртына шығарсам, сонда 6 азайтылған 4 азайтылған 2 деген нәрсе қалады. Бұл жерде 6-тан 4-ті азайтсақ 2, 2-ден 2-ні азайтсақ 0, яғни түбір асты 3-тен 0-ге өтсек, бізде 0 деген жауап шығады. Келесі, екінші есеп. Екінші есепте есептеңіздер дейді, яғни біз не істейміз? Біз мына жерде просто жай ғана дәрежелерге келтіруіміз керек. Дәрежеге келтіру деген не? Дәрежеге келтіру деген ол біз мына жерде 2-нің дәрежелерін келтірсек. 2-нің 4 дәрежесінің бізде мына жақта 4 дәрежесі деп тұр. Яғни 16 деген 2-нің 4 дәрежесі, 10-ның 4 дәрежесі. Оны бөлуіміз керек. 2-нің 4 деген 2-нің 2 дәрежесі, 10-ның минус 2 дәрежесі. Яғни 2-нің 2 дәрежесін минус 2 көтсек, минус 4 дәрежесі және 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда не болады? Бізде жақшаның сыртында болса дәрежелер көбейтіледі. Яғни 2-нің 16 дәрежесі бөлінген 2-нің 12 дәрежесі. Естеріңізде болатын болса, А-ның мысалы X дәрежесі бөлінген А-ның Y дәрежесі болса, ол дәрежелер бізде не істейтін еді? Азайтылатын еді. Яғни 2-нің 16 дәрежесінен 12 дәрежесін азайтып тастасақ, 2-нің 4 дәрежесі болады. 2-нің 4 дәрежесі ол 16-ға тең, яғни бізде жауап А жауабы болады екен. Үшінші есеп. Теңдеуді шешіңіздер дейді. Бұл жерде жалпы қарапайым есеп. Бірінші анықталуысын табылайық. Анықталуысы бөлшектің бөлімінде табылады. 2 10-дан 0-ге тең емес, мына жерде x тең емес 0-ге. Мынау бізде жай ғана анықталуысы. Енді дальше біз просто так былай қарай пропорциямен шығара салсақ болады. Яғни x көбейтілген x минус 4 тең болады 2 көбейтілген 10 плюс 2x. Сонда x квадрат минус 4x тең болады 20 қосылған 4x. X барлығын бір жаққа жинайтын болсақ, x квадрат минус 4, мына плюс 4 теңдіктің ар жағына келген кезде минус болып өтеді. Демек минус 8. X және плюс 20 теңдіктің ар жағына келгенде минус 20 тең болады 0-ге. Мына жерде ветпен де дискриминантпен шығаруға, яғни жақсы. Дискриминантпен шығара салатын болсақ, 64 қосылған 4 көбейтілген 20, яғни 80, 144 болады. 144 деген ол 12-нің квадраты. Сонда 8 плюс минус 12 бөлінген 2. Егер 8-ге 12-ні қосатын болсам, 20-ні 2-ге бөлетін болсам, 10 деген бірінші жауап шығады. Екінші жауап азайтып жіберсем, минус 4, минус 4 2 көсем, минус 2. Яғни менде жауап 10 мен минус 2 деген жауап. Анықталуысының ешқандай қатысы жоқ. Демек менде жауап С жауабы болады екен. 10-шы есеп. Төртінші есепте айтады, бізде өрнектің бәрін анықтаңыз, ал бізде берілген сандар бұл периодты сандар. Периодты сандар дейтін не? Периодты сандар деген, яғни біз естерінде болса калькуляторда мысалы 1-ді 3-ке бөлсек, калькулятормен бөлсек, ол не болады? Қандай сан шығады бізде? 0, 3 деген нәрсе бүйтіп қайталанып кете береді. Біз оны қысқартып бүйтіп жазамыз, яғни периодты санды. Яғни мына жерде 0, 1, 2 деп не жазылып тұр? Ол былай деген сөз. 0, 1, 2 деген сан қайта былай қайталанып тұр деген сөз. Енді біз оны бірінші бөлшекке айналдырып білуіміз керек. Бөлшекке айналдыру үшін не істейтін едік? Біз мынаны бөлшекке айналдыру үшін не істейміз? Біз бірінші былай істейміз. Үтірден кейінгі сандардың барлығын жазамыз, яғни 12 дейміз. Одан азайтамыз. 1-ді жақшаға кірмей қалған санды 1-ді азайтамыз және оны бөлеміз. Егер жақшаның ішінде қанша сан жатса, сондай 9-ды жазамыз. Яғни 1 сан жатқандықтан 1 9, жақшаға кірмей қалған сан 1 болғандықтан 1 0 жазамыз. Сонда бізде 11-ді 90-ға бөлсек, бізде
0,1 2 2 2 деген сан шығады екен. Дәл осылай манипуляцияларды басқаларына орындасақ, сонда бізде бөлшектің түрі мынандай болады. Мынаны анықтадық. 11 бөлінген 90. Так, қосылған. Мына жерде 34, 34-тен 3 азайтсам 31, яғни 31 бөлінген 90. Мына жерде 45, 45-тен 4 41, 41 бөлінген 90. И қосамыз 23, 23-тен 2 азайтсам 21 бөлінген 90. И бөлшектің бәрінде 90 болғандықтан бұлар бұлай жазылсаң жақсы. 90 бөлінген қосып жіберсем 42 бөлінген жерде бөлінген 90 62. Сонда бізде егер мынандай бөлшектермен жұмыс жасау қиын болып жатса, бұлай жаза салсақ болады. 42 бөлінген 90. Мынау бөлінген 62 бөлінген 90. Яғни осындай форматта жұмыс жасасақ жеткілікті. Енді біз бөлуді көбейтуге айналдырып білеміз. 42 бөлінген 90 көбейтілген 90 бөлінген 62. И сол кезде бізде 90 мен 90 бұлай қысқарып кетеді да. Ал 42 мен 62 өзара 2-ге қысқарып, мына жақтан 21 қалады, мына жерден 31 қалады. Сонда 21 бөлінген 31 деген менде жауап болады екен, яғни А жауабы. 5-ші. SPQRT деген тіктөртбұрыш берілген және сызба бойынша PRT үшбұрышының ауданын тап дейді. PRT мына боялған жердің ауданын табу екен. Бізде қандай нәрселер берілген? Бізде тіктөртбұрыш QP берілген 7-ге тең, ал QR 3-ге тең және PT деген 5-ге тең. Мына жер 3-ге тең болатын болса, себебі тіктөртбұрыш болған, қарама-қарсы қабырғалар тең болады, яғни мына RS дейтінде 7-ге тең. Ал сонда бізде мына жерде тіктөртбұрыш қой. Тіктөртбұрыш болғандықтан мына жерде Пифагормен біз TS дейтінді таба аламыз. TS-ны табатын болсақ, ол бізде египет үшбұрышы, яғни 5-тің квадраты, мына жерде мен қандай да бір А деп алсам, тең болады 3-тің квадраты қосылған А-ның квадраты. Сонда 25 тең болады 9 қосылған А квадрат. Бұл жерден А квадрат тең болады 16-ға, А тең болады плюс-минус 4-ке, бірақ бұл геометрия болғандықтан біз тек қана кімді аламыз? А тең болады 4 дейтін аламыз. Яғни мына жер бізде 4-ке тең екен. Егер мына жер 4-ке тең болса, және общий 7 болған болса, демек RT деген бізде 3-ке тең болады. Яғни бізде мынандай үшбұрыш. Қандай да бір үшбұрыш. Табаны 3-ке тең, ал оған түсіп тұрған биіктік, яғни мына жерде доғал үшбұрыш болғандықтан, бұл табанның емес, табанның созындысына түседі. Оның табанның созындысына түсіп тұрған биіктік нешеге тең? Тоже 3-ке тең. Сонда биіктік үшбұрыштың аудан формасы қандай? Ол қандай да бір қабырғасы, мысалы B көбейтілген H, яғни соған түсіп тұрған биіктік, және оны 2-ге бөлеміз. Бізде мына жер 3-ке тең, биіктік 3-ке тең, және оны 2-ге бөлсек 9, 9-ды 2-ге бөлеміз, ол 4,5 деген жауап шығады екен. Б жауабы, яғни. 6-шы есеп не? Теңсіздіктер шешіңіздер дейді. Яғни біз не істейміз? Біз бірінші бұлай істесек, 3x плюс 4 2x минус 1 деймізде, мына 1-ді мына жаққа өткізсек, бізде 0. Яғни мына теңсіздіктер шешуде, основной рационал теңсіздіктер шешуде бірінші правило теңсіздіктің бір жағын 0 қылып алу. Енді біз ортақ бөлім бере салсақ, яғни 2x минус 1 дейтінді беретін болсақ, сонда 3x плюс 4 минус 1 көбейтілген 2x минус 1 бөлінген 2x минус 1 кіші болады кімнен? 0-ден. Сонда жақшаны ашатын болсам 3x плюс 4 минус 2x плюс 1 бөлінген 2x минус 1 кіші болады 0-ден. Мына жерде ықшамдайтын болсақ, бізде қандай жауап шығады? X. Так. Қандай? X плюс 5 и бөлінген 2x минус 1 кіші болады 0-ден. Енді бөлшектің алымында бөлімде бөлек-бөлек 0-ге теңестіреміз. Яғни x плюс 5 тең болады 0-ге. Бұл жерден шығатын нәрсе x минус 5-ке тең. Ал 2x минус 1 тең емес 0-ге, себебі бөлшектің бөлімі 2x тең емес 1-ге, x тең емес 0,5-ке деген жауап шықты. Яғни біз осы аралықтарды жазады екенбіз. Минус 5-ті жазамыз. Боялмайды, себебі бізден андай қатаң белгі болып тұр. Минус 5, ал мына жерде 0,5 онсыз да тең емес деп тұрғандықтан ол да боялмайды 0,5. Енді таңбасы x-тердің таңбасына қарасақ, мына жерде x-ның таңбасы плюс, мына жерде плюс, демек оң жағымыз плюстен басталады, плюс, ал дальше ешқандай жауап қайталанбай тұрғандықтан чередование жасай саламыз, кезектесіп. Сонда бізде керек жері 0-ден кіші жер керек. 0-ден кіші деген ол минус жер керек, яғни бізге мына аралық керек екен. Сонда бізде минус 5-тен 0,5-ке дейін деген жауап шығады. Сонда ол қай жауап болады? Ол
д жауабы болады екен. Жетіншісі, интегралды есептеңіздер дейді. Интегралды есептейік, бұл анықталған интеграл екен, 2-ден 3-ке дейін дейді, және 3х квадрат минус 2х плюс 5 dx. Енді естерінде болатын болса, интегралда егер мысалы x-ның қандай да бір дәрежесі, жақсы kx-дің дейді, қандай да бір мысалы n дәрежесінен біз интеграл алатын болсақ, k дейтін сан өзі жазылады, және мына жерде x-дің n дәрежесіне бір сан қосылып, дәл сол санға бөлінеді. И осылай енді плюсы бұл анықталмаған болса, ал анықталған болса плюсының қажеті жоқ. Осындай қасиет бойынша орындалатын еді. Және ал бұлай бөлек-бөлек азайту қосу болатын болса, каждыйынан бөлек-бөлек дәл осы формула бойынша шығара береміз. Сонда бізде не пайда болады? Бізде 3 деген сан өзі жазылады. X-дің 2 дәрежесі оған бір сан қосылады, 3 болады, және бөлінген 3. Азайтамыз. 2 өзі жазылады. X-дің мына жерде бір дәрежесі болғандықтан ол 2-ге айналады, және бөлінген 2. И қосылған 5, мына жерде x жоқ болатын болса, қасына просто так x-ті тіркей саламыз. Себебі мына жерде типа x-дің 0 дәрежесі бар, оған 1-ді қоссақ 1, и бөлінген 1 жазбай қойсақ болады. И плюсының қажеті жоқ, себебі бізде анықталған интеграл. И бұл жерде ықшамдаулар өткізіп жіберетін болсақ, 3 пен 3 қысқаратта x куб болады, 2 мен 2 қысқаратта минус x квадрат болады, және 5x. И біз қандай сандарды қойымыз керек? 2 мен 3 дейтін санды қоямыз. Яғни бірінші 3-ті қоямыз, 3-тің кубы азайтылған 3-тің квадраты қосылған 5x екен. 5 көбейтілген 3, и азайтамыз 2-ні қойып, 2-нің кубы минус 2-нің квадраты плюс 5 көбейтілген 2 деймізді, осылай жақшаны ашатын болсақ. 3-тің кубы 27, азайтылған 9, қосылған 15, азайтылған 2-нің кубы 8, қосылған 4, себебі минус пен минус плюске айналады, және азайтылған 10. Сонда бізде қандай жауап шығады? Так, мына жерден 18, одан 8 азайтпасақ 10, мына минус 10 мен бір-бірін жояды да, сонда бізде 15 пен 4 қалып қойды, яғни нешеге тең болады? 19-ға тең болады. Сонда бізде жауап С деген жауап. Дальше. Векторлар берілген, бізде нені тап дейді? 2а плюс 3b векторының ұзындығын табыңыз, яғни модулін анықтаңыз. Оның модулі жалпы ол Пифагормен анықталады, және қазір түсіндіріп өтермін. Бізде бірінші а векторын таба алайық. А векторының өзі. Мына и, ж, к деген ол x, y, z деген сөз. Яғни біз мына вектордың мәнін табатын кезде, мына и, ж, к дейтін сандардың алдында тұрған коэффициенттер бар, соған мән береміз. Мысалы, мына жерде 1 тұр, мына жерде минус 2 тұр, мына жерде 1 тұр. Сонда бұл а-ның векторы 1, минус 2, 1 деген екен. Ал б векторы, б векторы, соответственно, минус 2, 1 және минус 1. Минус 2, 1, минус 1 деген нәрсе болады. Енді бізге кімді тап дейді? Бірінші 2а плюс 3b-ны тап дейді. 2а десін мұнаны просто так біз не істей саламыз? 2-ке көбейте саламыз. Сонда 2а деген бізде нені береді? Бізде 2 минус 4 2-ні береді. Ал 3b деген минус 6 3 және минус 3 береді. И бізге осы екеуі не дейді? Қос дейді. Сонда қосқан кезде 2а қосылған 3b бізге қандай координатаны береді? Бізге қосатын болсақ, 2-ке минус 6-ны қосатын болсақ, минус 4, минус 4-ке 3-ті қосатын болсақ, минус 1, 2-ге минус 3-ті қосатын болсам, тоже минус 1. И маған нені тап дейді? Маған оның модулін тап дейді. Модулі деген сөз, қандай да бір вектор болатын болса, яғни маған осы вектордың ұзындығын тап дейді. Ол ұзындығы деген жай бүйтіп алатын болсақ, мынау, мысалы, x бойынша проекциясы болса, бұл x-тік, бұл жерде x, y, z болғандықтан 3 проекциясы болады. Мен қазір 2 проекциямен ғана көрсетсем. Мысалы, мынау қандай да бір координатасы x0 және y0 болатын болса, мына жерде бізде x0 береді, ал мына жер бізге y0 беретін болады да. И арасы 90 градус болады, себебі бір-бірімен 90 градус қой. Ал мынаның ұзындығы сол баяғы біздің кім болады? Пифагор болады. Ал бұл 3 векторға болса да осы формула өзгермейді. Сонда бізде модуль 2а 3b-ның модулі деген сөз, яғни ұзындығы деген сөз, мына квадраттап просто қосамын. Минус 4-тің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты. Сонда
минус 4-тің квадраты бізге 16-ны береді, себебі квадрат әрқашанда оң сан. Минус 1-дің квадраты 1-ді береді, ал минус 1-дің квадраты тағы да 1-ді береді. Сонда қосып жіберсем, менде түбір асты 18. Ал 18 деген ол 9 көбейтілген 2, яғни 9-дан 3 шығады, и түбір астында 2 қалып қалады. Сонда менде жауап А жауабы болады екен. Келесі. 9-шы есепті қарасақ. 9-шы есепте не дейді? 9-шы есепте теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін анықтаңыз дейді. Ең кіші бүтін шешімі. Ең бірінші теңсіздіктің өзін шешіп қарайық. Теңсіздіктен дейді. Бізде квадрат теңдеу берілген, квадрат теңдеу берілген. Яғни барлығын бір жаққа өткізетін болсақ, 3х квадрат плюс 4х плюс 10 плюс х квадрат минус 11х минус 3 тең үлкен нөлден. Бірінші біреуін шешіп алайық. Біз жерде х квадраттар өзара қосылып 4х квадратты береді. 4х-тен 11х-ті азайтатын болсам, минус 7х-ті береді. Және 10-нан 3-ті мен не істеуім керек? Азайтуым керек. Сонда плюс 7. Үлкен болатын үлкен. Обычный дискриминант арқылы шешіп алатын болсам. Дискриминант 49 минус 4 көбейтілген 7. Бұл жерде так 49 азайтылған 16 көбейтілген 7. Мұна 7 көбейтілген 7, ал мына 16 көбейтілген 7, яғни мына жерден бізде минустан шығады. Бұл не деген сөз? Минустан шығады деген сөз. Теңсіздікте минустан шығып жатса, ол жауабы жоқ деген сөз емес. Ол теңдеуде жауабы жоқ. Ал бізде бұл теңсіздік. Ол не деген сөз? Ол біздің парабола просто мына осьті қимайды деген сөз. Бірақ мына осьті қимайды деген сөз, ол біздің параболамыз либо былай жатыр, жоғары қарап, либо асты қарап былай жатыр. Енді оның астыға немесе жоғары қарап жатқан қайдан білеміз? Ол мына х квадраттың таңбасына қараймыз. Х квадраттың таңбасына қарасақ плюс болатын болса, ол тек үнемі жоғары қарай кететін парабола болады да, сондықтан бізге мына вариант болады. Яғни ол не деген сөз? Ол біздің параболамыз, бізде жалпы есепте не сұрап тұр? Нөлден үлкен, яғни мына сызықтан үлкен жерлерді анықтайды. Мына жерден үлкен. Ал біздің параболамыз ол постоянно үстінде жатқан парабола болғандықтан, ол үнемі үстінде жатыр. Демек, мына жерде бізде жауап минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Бірінші теңсіздіктен шыққан. Енді екінші теңсіздік шешек. Екінші теңсіздіктен дейді 2х плюс 4. Мына жерде жақшаны ашып жіберсек 3х плюс 6. Және барлығын бір жаққа жинайтын болсақ, мен х-ті былай жіберейін. Жоқ, барлығын бір жаққа, сандарды әртүрлі. Ал санды былай жіберсем. 4-тен 6-ны азайтуым керек. Кіші болады 3х азайтылған 2х. Сонда х үлкен болады екен кімнен? Минус 2-ден. Сонда бізде минус 2 дейтін саннан кім х деген үлкен болып тұр. Ал біріншісінде ол минус х-тен плюс х-ке дейін мынаның барлығы қойылып тұр. Екеуіне де ортақ жауап, бұл кәдімгі уже мына жауапты қабылдайды. Демек минус 2-ден плюс х-ке дейін жауапты қабылдап тұр. Минус 2 және боялған. Енді бізде не дейді? Бұл жердегі ең кіші мәнді тапты. Яғни мына аралықтағы сандардың ішінен ең кіші бүтін мәнді тапшы дейді. Ол ең кіші бүтін мән минус 2. Демек бізде жауап минус 2 болады. Яғни дальше бізде өсіп кетіп жатыр. Яғни минус 1 бар, 0 бар, 1 бар, бірақ соның ішінде ең кішкентай ол минус 2. Себебі мына жерде бізде боялған, яғни минус 2 деген сан кіріп тұр. Егер минус 2 деген сан кірмей бейт боял мына теңдік белгі болмаған кезде жауабымыз минус 1 болар еді. Бірақ біздің қуанышымызға орай или өкінішімізге орай бізде мына жерде таңба бар. 10-шы есеп. Геометриялық прогрессия берілген. Бізде b1 минус 9-ға тең дейді. Ал q 3-тен 1-ге тең дейді. Енді 5-ші мүшені тап дейді. 5-ші мүше дейді не? Жалпы геометриялық прогрессия дейді. Қандай еді? Геометриялық прогрессия дейді. Мысалы, b1 бірінші мүше болады. Геометрия басын b1, b2, b3 деп белгілеп алатын болсақ, ол нені білдіретін еді? Ол b1, мына жерде b1 көбейтілген q, мына жерде b1 көбейтілген q квадрат. Яғни каждый раз бір q дейтін санға көбейіп отыр. Ал бізде q 3-тен 1-ге тең. Сонда бізде былай еді. Бірінші мүшесі минус 9. Екінші мүшесі мен минус 9-ды кімге көбейтуім керек? 3-тен 1-ге көбейтуім керек. Үшінші мүшесі минус 9-ды кімге көбейтуім керек? 3-тен 1-дің квадратына көбейтуім керек. Сонда бізде типа минус 9, минус 3, минус 1 деген сандар шығу керек. Енді бізде нешінші мүшесін сұрап тұр? Менен 5-ші мүшесін. Яғни осыдан кейінгі тағы 2 мүшені. Оны мен бір-бірлеп тауып жазсам да болады, немесе формуламен. Мысалы, бір-бірлеп таба салатын болсам, мен келесісі ол не болу керек? Минус 9-ды кімге көбейтуім керек? 3-тен 1-дің кубына көбейтуім керек, ал одан кейінгісі минус 9-ды 3-тен 1-дің
4 дәрежесіне көбейтуім керек. Сонда минус, бізге керек осы ғой, -9-ды 3-тен 1-дің 4 дәрежесіне көбейтіп жіберсем, -9 көбейтілген 1 бөлінген 81 болады. Сонда 9-бен қысқарып, бұл -1 бөлінген 9 деген жауап шығу керек еді. Ал екінші формуласы бойынша жалпы кез келген мүшесінің формуласы ол былай болады. Мысалы bn, n-нің орнына бізде қазір 5 тұр да, мысалы bn-нің формуласы ол b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Мысалы b 10-ды сұрайтын болса, ол b1 көбейтілген q-дің 9 дәрежесі деп есепті шығарар едік. Бірақ қуанышқа орай бізде 5-ші дәрежесін ғана сұрап тұр. 11-ші теңбейлі трапецияның табандары ұзындықтары мынандай дейді, және бүйір қабырғасының ұзындығы 10 дейді. Трапецияның ауданы тап дейді. Бірінші трапецияны сызып алайық. Трапеция деген мынандай фигура. Яғни табандары өзара параллель болады, ал жақ бүйір қабырғалар бірдей болуы міндетті емес, бірақ бізде есептің шартында тең бүйірлі депті, яғни мына қабырғаға тең деп тұр. Енді бүйір қабырғасының ұзындығы 10 дейді, яғни бізде бүйір қабырғасының мына жақ 10 болатын болса, ол тең болғандықтан екіншісі де 10-ды береді. Трапецияның ауданы тап дейді. Бірінші ауданның формуласын көрсек. Ауданның формуласы былай жалпы. Екі табанды қосамыз. Біз мынаны А десек, мынаны Б десек. Екі табанды қосып 2-ге бөлеміз де, оны біз биіктікке көбейтуіміз керек. Енді бізде екі табан бар ғой, бізде тек проблема кім болып тұр? Бізде табу керек нәрсе ол биіктік болып тұр. Енді биіктік деген ол табаннан келесі табанға 90 градус болып түсетін сызықты айтады. Енді биіктік табатын болсақ, бізге жалпы биіктік көп жерде, әсіресе трапецияда биіктік табу үшін бізде Пифагор көмектеседі. Мұнан былай жүргізетін болсам, менде мына жер 4, демек мына жерде 4 болады, себебі екі бірдей қылып кесіп алғандықтан мына жерлер өзара тең болады. Енді мынадан 4-ті азайтып тастасам, ол 12. 12 деген ол мына екі жағы сол 12-ні теңдей қылып бөліп алады. Яғни мына жақ 6 болады, мына жақ 6 болады. Неге теңдей қылып бөліп алды? Себебі бізде мына трапециямыз алдын ала тең бүйірлі трапеция болғандықтан. Егер тең бүйірлі болмағанда теңдей болмас еді, яғни 6 емес, ол мысалы 5 пен 7 болуы мүмкін еді, немесе 2 мен 10 болуы мүмкін еді. Ол мына бүйір қырларының ұзындықтарына байланысты. Енді көрейік. Енді бізде қарап жатсақ, мына жер 6, мына жер 10, мына жерде бізде 90 градус болатын не пайда болды? Тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына жер 10, мына жер 6, мына жер бізде H белгісіз. Енді H-ты табатын болсақ, бізде Пифагор теоремасы бойынша 10-ның квадраты тең болады H квадрат қосылған 6-ның квадраты. Сонда H квадрат тең болады 100-ден кімді азайтамыз? 36-ны азайтып тастайды екенбіз. Одан 64 шығады, яғни H тең болады. Негізінде плюс минус 8-ге бізде 8-ге тең, себебі геометрияда тек оң сандармен жұмыс жасаймыз, себебі минус ұзындық деген кішкене абсурдный тема болып кетеді. Сонда бізде H-ты таптық. Сонда аудан таба салатын болсақ, бізде 4 қосылған 16 бөлінген 2 көбейтеміз 8-ге. 4 пен 16-ны қоссақ 20, оны 2-ге бөлеміз және 8-ге көбейтсек. Бұлай да қысқартуға, немесе бұлай да қысқартуға ешқандай айырмашылық жоқ. 20 көбейтілген 4 деп, яғни 8-мен қысқартып жіберсек те болады. Сонда ол 80 екен. Яғни бізде жауап 80 квадрат бірлік болады. Себебі неге квадрат? Көбі осы квадрат бірлік дейтін нәрседен шатасады. Квадрат бірлік дейтін не? Егер есептерде мынандай, мысалы 4, 16, 10 деген шама ешқандай сантиметр, метрмен берілмей тұратын болса, ол қандай да бір бірлік. Біз білмейміз қандай бірлік екен. Ол метр болуы мүмкін, ол миллиметр болуы мүмкін, ол дециметр болуы мүмкін. Сол белгісіз бірлік болғандықтан, ал аудан деген сол, мысалы аудан сантиметр болса сантиметр квадрат болатын еді, ал метр болса метр квадрат болатын еді. Ал бұл жерде белгісіз бірлік болғандықтан оны біз квадрат бірлік деп қана атайды екенбіз. 12-ші цилиндрдің табан радиусы 3 метр, ал биіктігі 8 метр дейді. Ал осьтік қимасының диагоналін табыңыздар дейді. Енді бұны шығарып көретін болсақ, цилиндрдің табан радиусы бізде бірінші цилиндр сызып алады. Цилиндр деген ол мынандай екі дөңгелекті бүйтіп қосып тұрған фигураны цилиндр деп атаймыз. Және оның табанның радиусы, яғни мына жақтағы радиус бізде 3-ге тең. Ол мынау да 3-ге тең, себебі екеуі бір нәрсе.
екеуі бір-біріне идентичный шеңбер болады. Ал биіктігі 8-ге тең. Биіктігі деген сөз мынаның центріне дейінгі қосылған нәрсені 8. Ол не только мынау 8, мына жақта 8, мына жақта 8, ешқандай проблема жоқ. Енді осьтік қимасының диагоналін табыңыз. Қараңыздар, бірінші осьтік қима дейтін не? Осьтік қима дейтін мына жердің диаметріне өткен табанның және мына биіктікті бейт толық кесіп өтетін тік төртбұрышты, яғни мына жер 2 радиусқа тең, мына жер h-қа тең тік төртбұрышты біз цилиндрдің осьтік қимасы деп атаймыз. Бізде сонда мына жер 8-ге тең, мына жер 6-ға тең. Осы осьтік қиманың несін тап дейді? Диагоналін тап дейді. Мына жақта диагоналін тап дейді. Мына жер 90 градус. Ал 90 градус болатын болса, бұл баяғы сол біздің сүйікті Пифагор. Енді диагональ табатын болсақ, сонда бізде d квадрат кімді береді? 6 квадрат қосылған 8-дің квадраты, яғни 36-ға 64-ті қоссам, ол маған 100-ді береді, ал 100 деген ол 10-ның квадраты. Яғни d квадрат 10-ның квадратына тең болатын болса, d-ның өзі 10-ның өзіне тең болады. 13-ші есеп. Не дейді? Бізде мынандай функция берілген, оның 0 және 1 деген сандардың аралығындағы ең кіші және ең үлкен мәнін анықтаңыз дейді. Бірінші ең үлкен және ең кіші мәнін анықтау үшін біз функцияның туындысын табуымыз керек. Яғни функцияның туындысын табатын болсақ, бізде бұл жерде функциямыз екі түрлі функцияның бөлінді, яғни u бөлінген v деген нәрсенің формуласымен табылады. Формуланы қарайтын болсақ, ол u-дің туындысы, яғни біріншісінің туындысы көбейтілген v азайтылған v-ның туындысы көбейтілген u и бөлінген v квадрат. Яғни бізде мына жерде u деп тұрған 5x, ал v деп тұрған мына есепте e-нің x дәрежесі болып қабылданады. Сонда 5x-тің туындысы 5, көбейтілген e-нің x дәрежесі, азайтылған e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесі, и оны көбейтеміз кімге? 5x-ке. И бөлеміз ex-тің квадраты, яғни e-нің 2x дәрежесіне. И біз осыны 0-ге теңестіруіміз қажет. Бірінші ықшамда болатын болсақ, мына жерден e-нің x дәрежесін және 5-ті жақшаның астына жарып тастасам, бізде 1 азайтылған x деген нәрсе қалады, ал мына жерде e-нің 2x дәрежесі. И біз осыны 0-ге теңестіреміз. Енді e-нің x дәрежесі 0-ге тең болмайтын шамаға, себебі кез келген оң санның кез келген дәрежесі әрқашанда оң сан, яғни 0-ден үлкен сан болады. Мынау 0-ден үлкен сан, мынау 0-ден үлкен сан, яғни мыналардың ешқайсысы 0-ге тең бола алмайды. Ал мына теңдік 0-ге айналу үшін, яғни бізде тек мына жақша ғана нешеге тең болу керек? 0-ге тең болады. Демек x тең болады 1-ге. Мына нүкте бізде қандай да бір экстрем нүктесі, либо максимум мәні, либо минимум мәні. Бізге данный момент ешқандай оны білудің қажеті жоқ. Бізде аралық 0 мен 1-дің арасында жатыр, ал мына бір сан еще кіреді. Сонда біз тек осы екі санды, осы аралықтағы ең үлкен, ең кіші мәнді анықтау үшін осы екі санды тексере салсақ жеткілікті деген. Тексеру дейтін не? Біз функцияның орнына осы мәндерді қоя саламыз. Яғни 5 көбейтілген 0 бөлінген e-нің 0 дәрежесі. Ол 0 бөлінген 1 болады, ол 0-ге тең. Ал 1-ді қоятын болсақ, 5 көбейтілген 1 бөлінген e-нің 1 дәрежесі. Яғни 5-ті кімге бөлеміз? e-ге бөлеміз. Сонда бізде 0, мына жерде 5 бөлінген. Яғни осы аралықта ең кішкентай сан мұны, ал мына аралықта ең үлкен сан осы болып саналады екен. Сонда бізде жауап А жауабы болады. 14-ші есеп. Модуль берілген, осы модульден шыққан түбірлердің қосындысын тап. Яғни модульді қалай шешедік? Модульді шешу үшін біз бірінші модульдің не екенін түсінуіміз керек. Модуль дейтін ол кез келген, жалпы мағынасы бойынша ол арақашықтық, яғни кез келген санды ол оң санға айналдырады, оның қасиеті. Ол енді қараңыз, модульдің ішіндегі нәрсе, яғни біздің ситуацияда x плюс 3, ол модульден шыққаннан кейін, яғни оң санға айналғаннан кейін ол 1,5-ға тең болып тұр. Сонда модульдің астында қандай сан болу мүмкін еді? Мысалы, x плюс 3-тің орнында, мынау орнында 1,5 дейтін сан болған кезде 1,5 модульдің астында 1,5 тең болады, 1,5 теңдік орындалатын бет, орындалатын еді. Ал екінші ситуация x плюс 3-тің орнында егер минус 1,5 болғанда ше, минус 1,5 болғанда ол модульдің арқасында плюс 1,5 болады, яғни мына 1,5-ға тең болатын еді. Яғни бізде осындай теңдеуден екі жауап шығады. Сонда x тең болады 1,5 азайтылған 3, яғни минус 1,5-ға. Мына жерде x тең болады минус 1,5 минус 3, яғни минус 4,5-ға. Енді бізде не сұрап тұр? Бізге осы екі түбірлердің қосындысын сұрап тұр. Яғни минус 1,5-ға
қосшы дейді минус 4,5-ды. Сол кезде менде минус 6 деген жауап шығады екен.